Түбі ашылған құпия. Алмас Мадинаның ісінен кейін журналистік қызметін жалғастырмай, тыныш өмір сүргісі келген. Бірақ шындықтың дәмі оны бей-жай қалдырмады. Бір күні ол кездейсоқ Мадина кезінде жұмыс істеген газеттің архивінен бір фотосурет тауып алды. Суретте Саятпен қатар тұрған, бірақ қоғамға белгісіз бір адам бар еді. Алмас бұл бейнені бұрын еш көрмеген. Қасында 2009 жылы Қостанай деген жазу тұр. Бұл Саяттың сыбайласы болуы мүмкін бе? Айдос та әлі тыныш өмір сүрмей жүрген. Ол басқа облысқа ауысып кеткенімен Алмасқа хабарласып тұрды. Суреттегі адамды көргенде Айдос үнсіз қалды. Бұл кісі тірі болса, бәрі қайтадан басталуы мүмкін деді. Алмас не істеу керегін түсінді. Бұл фото бұрынғы істің бітпеген тұстарын қайта қопаруы мүмкін еді. Алмас бір шешімге келді. Ол бұл жолы өз еркімен тергеуді қайта бастамақ. Із-түзсіз кеткен куәгер. Алмас пен Айдос фотоны зерттей келе, суреттегі бейтаныс адамның аты Еркін деген бұрынғы кәсіпкер екенін анықтады. Ол 2010 жылы кенеттен жоғалып кеткен. Ресми нұсқада шетелге қашты делінген. Бірақ Алмас оның шетелге шықпағанын, соңғы рет Атырау маңындағы шеткі ауылдан көрінгенін білді. Алмас Атырауға барып, ауыл тұрғындарымен сөйлесті. Бір егде кісі оның Еркін деген адамды танитынын айтты. Бір күні қара джиппен келген екі адам оны алып кетті. Содан кейін көрмедік деді ол. Бұл сөз Алмастың күдігін растады, Еркін жоғалған жоқ, жоғалтты. Айдос болса ескістің құжаттарын қайта ақтарып шықты. Еркін Саятпен тағы бір ықпалды шенеуніктің қаржысын тасымалдап жүрген делдал болған. Мадина тірі кезінде бұл туралы терең қазбақ болған, бірақ дәлел жетпеген. Алмас осы сәтте бәрін түсінді. Мадинаның өлімі мен Еркіннің жоғалуы тығыз байланысты. Ал бұл жолғы тергеу жай эмоциямен емес, нақты дәлелмен жүрмек еді. Қорқыныш пен бақылау. Алмас ауылдан қайтып келе жатқанда, көлігінің артынан қара крузак еріп отырғанын байқады. Ол жылдамдығын өзгертіп көрді, арттағы көлікте соған сай қозғалды. Бір сәтте көлікті тоқтатып жасырынып бақыламақ болды. Бірақ крузакта тоқтамай, бұрылып жоқ болды. Бұл қарапайым бақылау емес, ескерту еді. Алмас енді бұл істі жалғыз жүргізе алмайтынын білді. Ол Айдосқа бәрін айтып көмек сұрады. Айдос оған ескі танысы бұрынғы прокурор Нұрболатты ұсынды. Нұрболат зейнетке шыққан, бірақ әділет үшін әлі де жанын салуға дайын еді. Нұрболат фотодағы адамды көріп басын шайқады. Еркін тірі болса, оны тауып сөйлету керек. Ол ғана шындықты аша алады. Бірақ бір шартпен бұны ешкім білмеуі керек. Бізге ішіміздегі тыңшылар кедергі келтіруі мүмкін. Осы кезде Алмасқа хат келді. Хатта бір ғана сөйлем бар еді. Еркін тірі. Бірақ ол сөйлесе, сен өлесің. Сөйлеген тас. Нұрболаттың көмегімен Алмас пен Айдос Еркіннің соңғы тұрған жерін, бұрынғы мал шаруашылығы базасын тапты. Қазір ол жер қараусыз қалған, бірақ бір бөлмеде жаңадан қаланған кірпіш қабырға көзге түсті. Айдос қабырғаны бұзып көрді, ішінен ескі темір жәшік шықты. Ашып қараса, ішінде диск пен фото бар. Диск Еркіннің өзі түсірген бейне жазбасы. Ол онда Саятпен және тағы бір белгісіз адамның ақшаны бөлісіп отырғанын, шенеуніктерге пара апарып жүргенін айтыпты. Видеоның соңында: егер мені тапсаңдар, бәрі біттеген сөз. Бірақ мен өлсем де, шындық тірі қалсын деген сөздері естіледі. Фотода Саят пен Мадина отыр. Олардың арасына бір адам қиылып жабыстырылған, дәл сол белгісіз үшінші адам. Бұл Еркіннің кілт адамды көрсету амалы сияқты. Нұрболат бірден таныды, бұл қазіргі аудан әкімінің орынбасары болған, қазір облыстағы ықпалды тұлғалардың бірі. Егер бұл адам іске қатысы бар болса, оларға қарсы ойнау, оттың үстіне түсу. Осы кезде Еркіннен белгісіз нөмірі арқылы хабар келді. Мені тауыпсыңдар. Бірақ мен сендер ойлағандай адам емеспін. Екінші өмір. Еркін Алмасқа бейне қоңырау арқылы байланысқа шықты. Жүзін көрсетпеді, дауысы да өзгертілген. Бірақ оның айтқандары бәрін өзгертті. Мен сол кезде бәрінен бас тартқым келді. Саят та әлгі шенеунікте мені өлтірмек болды. Бірақ мен өз өлімімді қолдан ұйымдастырып, жасырынып кеттім. Бәрін құжатқа түсіріп, сендер сияқты біреулер тапса, шындық ашылсын дедім.
Алмас таңғалды. Ендеше неге шығып ашық айтпайсың? Себебі мен тірі болсам, сендер өлесіңдер. Менің көлеңкем ғана сендерге көмектесе алады. Еркін оларға құпия флешка қайда жасырылғанын айтты. Онда ақша аударымдары, пара берген шенеуніктердің тізімі, бейматериалдар бәрі бар екен. Флешка табылған соң, Нұрболат пен Айдос оны тікелей ішкі істер министрлігі ішкі тергеу басқармасына өткізді. Бірнеше аптадан соң облыстағы бірнеше лауазымды тұлға тұтқындалды. Саяттың сыбайластары әшкереленді. Бірақ Еркіннің өзі ешқашан табылмады. Алмас үнсіз жүрді. Бір күні Мадинаның ескі жазбаларын оқып отырып, оның бір сөйлеміне көзі түсті. Шындық кешіксе де жетеді. Тек оны қарсы алуға жүрек керек. Сол сәтте Алмас шындықтың тек жазадан емес, батылдықтан да құралатынын түсінді. Бұл 2 маусымның соңы, бірақ шындықпен күрес ешқашан бітпейді.